Атаныдым бала жастан тайжан ақын, әнжірмен алты алашқа жайған атын төгілген. Желсіз түнде жарығай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың маңы терек. Ғалым Мұхамедин 1952 жылы 20 мамырда Қарағанды облысы Жаңарқа ауданының Талдыбұлақ ауылында дүниеге келген. Әкесі Мәзбеков Мұхамедия Жаңарқа ауданы Ақтау жерінде туған. Ауылда алғашқылардың бірі болып, 18 жасында комсомол қатарына қабылданған. Ескенеде мал шаруашылығы саласында, кейін агроном болып жемісті еңбек етеді. 1935 жылы Айман Әбдіқызымен отау көтеріп, Асқар, Салиха, Сапар, Мәулен, Сенбі, Ғалым, Бақыт, Бағдат, Сағдат, Алтын атты ұл қыздарын тәрбиелейді. Бұл әулетте тәрбиеленген перзенттер өнерлі, қазақы қасиетті бойларына сіңіріп өседі. Кейін бұл қасиеттерді балалары өздері құрған шаңырақта берік ұстанымға айналдырады. Мұхамедия атамыз соғысқа аттанып, 1942 жылы Қызыл әскердің 24-ші атқыштар жаяу әскер бригадасының құрамында Волга өзенінің бойындағы шайқастарға, 1943 жылдың басында 77-ші атқыштар дивизиясындағы батальон минометші болып, Нарва, Псков, Литва, Эстония селолары мен қалаларын азат етуде ерліктің үлгісін көрсетеді. Анасы Мәзбекова Айман Әбдіқызы Нұра ауданында орта шаруа отбасында дүниеге келген. Қарапайым жұмыскер, тыл ардагері, қанатын кеңге жайған Мұхамедия мен Айманның шаңырағының ұл қыздары түрлі салада жемісті еңбек етіп, өсіп өнді. Ғалым Мұхамедин 1959 жылы Талдыбұлақ 8 жылдық мектебінің 1-ші сыныбына оқуға барады. Туған ағасы Сенбі әнші болған. Алғашқы өлеңдерін сол күстен үйренген. Жастайынан үнге құмартқан бала мектептегі мерекелі концерттерде, тойларда өнер көрсетіп жүреді. Ауылға келген сыйлы қонақтарға ақсақалдар бала ғалымды шақыртып ән айтқызатын. Осылайша ауыл ақсақалдары жас өскіннің өнерін көрсетуге, киелі өнердің қадірін түсінуге атсалысқан. 1967 жылы Жаңарқа аудандағы нөмірі 1-ші қазақ орта мектебінің 9-10 сыныптарда оқыған. Оқуды аяқтаған соң туған ауылына қайтып, мал бағу, егін егу, шөп шабу, механизатор сияқты әртүрлі салада еңбектене бастайды. Дегенмен домбырамен халық әндерін орындау бәрінен қымбат арман. Сөйтіп ән әлеміне бой алдырған дарын 1973 жылы Жаңарқа аудандық мәдениет бөліміне автоклуб меңгерушісі болып жұмысқа орналасады. 1973 жылы Жезқазған облыс болып құрылып, бірінші рет көркем өнерпаздар концертін берді. Облыс бойынша 300-ге жуық өнерпаздар қатысты. Сол байқауда Жаңарқа ауданының намысын қорғаған ол қорытынды концертте Сәкен Сейфуллиннің «Тау ішінде» әнін орындайды. Алматыдан талантты жастарды арнайы іздеп келген делегацияның мамандарының көзіне түсіп, Алматыдағы республикалық эстрада және өнер студиясына оқуға шақырту алады. Осылайша болашақ әнші 1973 жылы Қазақстан Республикасының халық әртісі Жүсіпбек Елефековтың класына қабылданады. Халық әндерін көптеп үйретіп, бірнеше айдан кейін ұстазы Үкілі Ыбырайдың «Гәккуін» арнайы өзіне айтуды тапсырады. Бұл әннің түрлі нұсқаларын опера әншілері Күләш Байсейітова, Бибігүл Төлегенова орындаған ұстазы баса айтып, жас талантқа үлкен сенім артады. «Гәккуді» ғалым Мұхамединге дейін домбырамен ешкім орындамаған екен.
Оқуды бітірген жылы Жүсіпбек Елебеков әкімшілікпен келісіп, шәкірттің өзінің орнына ұстаздық етуге ұсыныс жасайды. 1975 жылдары студия түлектерін әр облыстың мәдениет басқармасы, филармония басшылары іріктеп, жұмысқа шақырту жасайтын үрдісі болатын. Осылай Жезқазған облыстық мәдениет басқармасынан Қалкен Мәкенбаев, Жезқазған облыстық филармониясының директоры Серік Елеусізовтер жезкиік ансамбліне Жүсіпбек Елебековтың шәкіртін Мұхамединді сұрайды. Алғашқыда келісімін бермеген ұстаз бірнеше күннен соң райынан қайтып, 300-дің басы қосылған Ұлытау қасиетті жер, онда барсаң жаман болмайсың, ұнамаса қайтып келерсің деп батасын береді. Осылай жас жігіттің еңбек жолы да, өмір жолы да осы ән шығармашылығымен тығыз байланысты өрбиді. Ғалым Мұхамедин ұстаз 1993 жылдан бастап Жезқазған музыкалық колледжінде домбыра мен ән салу мамандығы бойынша ұстаздық етуде. Алдына келген шәкірттеріне өнердің киесін құлағына құйып, айтар әнді дұрыс орындауда әр дыбыстың тазалығы мен көркем орындауды талап етеді. Талаптарды орындай білген талай таланттың биікке қанат қағуына қамқор әрі қолдау білдірген абзал жан. Республикада өтетін дәстүрлі ән байқауларының әділ қазылар алқасында төрағалық етіп келеді. Жезқанат күміс бауыр киік көрді, дәруа солма дерсің күйік шерді. Жезмарал жүреді екен арасына мұңдаған бетпақтағы киіктердің. Асықпа көрейінші жөндеп алма, кетпесін жаңа тиген меңдеп жаурым. Еткесіп өз етімнен берсем дағы, жөніңе жіберейін емдеп қанмай. Жезкиік біздің жаққа қалай келдің, жолымды тікегесіп жанай бердің. Адамның көздеріндей екі ай көз япырмай дәтім шыдап қалай көрдім. Құмарым қайта көр қанар мекен. Саналы ғұмырын сахнаға, өнерге арнаған ғалым Мұхамединнің үкімет тарапынан еңбегі еленіп, 1995 жылы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртіс атағы беріледі. 1999 жылы Қаныш Иманталы Сәтбаев сүйіп орындайтын әндер байқауының жүлдегері атанады. 2001 жылы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жылдығының құрметіне елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың алғыс хатымен 2002 жылы Мәдениет министрлігі құрмет грамотасымен марапатталады. Жезқазған қаласының мәдениетінің дамуына зор үлес қосқан үшін халық мәдениетінің бөлімінің алтын кітабына енгізіледі. Жезқазған қаласының және Жаңаарқа ауданының құрметті азаматының атағының иегері. 2014 жылы еңбек ардагері, 2016 жылы тәуелсіздің 25 жылдығына байланысты ерен еңбегі үшін медальдармен марапатталады.
1977 жылы ғалымаға өзінің аяулы жары Әли апаймен отау құрады. Әлия Мұхамедия қызы орта мектеп бітірісімен аудандық мәдениет бөлімінде жұмыс істейді. 2 жылдай автоклуб меңгерушісі болып қызмет атқарған соң, Қарағандыдағы Сәкен Сейфуллин атындағы қазақ драма театры жанындағы театр студиясында Қазақстанның халық артисі Жамила Шашкинаның сыныбына түседі. Студияны ойдағыдай тамамдаған соң, Ақтоғай халық театры сахнасында түрлі рөлдерді ойнай жүріп, Тоқырауын толқындар ансамблінің құрамында ән шырқап, көркем сөз оқиды. Республикалық байқаулардың жеңімпазы атанады. Ауыл сахнасында жарқырай көрінген жас жаңадан құрылған Жезқазған облысындағы жастардың эстрадалық Ұлытау ансамбліне шақырту алады. 1974-1975 жылдары Ұлытау халықтық ән-би ансамблінде конферансье ретінде жұмыс жасайды. 1976 жылы Жезқазған облысы филармониясының Жезкиік ансамбліне көркем сөз шебері әрі концерт жүргізушісі болып қызмет етеді. 1988 жылдан бастап Жақсыгелді Силовтың құрған ән көңілдің ажары тобында жолдасымен бірге өнер көрсетеді. Көркем сөз оқудың қас шеберінің бірі Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Әли апай берекелі шаңырақтың ұйытқысы, өмірде де, өнерде де ғалымағаның қолдаушысы. Тайжан Қалмағанбетов атындағы филармонияда 40 жылға жуық қызмет атқарған отанасы бүгінде құрметті еңбек демалысында. Ғалым мен жары Әлия бір ұл мен 2 қызды тәрбиелеп өсірді. Балаларының үлкені Зухрав, Нұрғазған кенішінің тау-кен инженері, келіні Гүлбаршын Қазақмыс корпорациясында жетекші маман. Зухраб Ғалымұлының тұңғышы Дастан, Нұрғазған кенішінің тау-кен жұмыскері, келіні Балнұр Қазақтелеком акционерлік қоғамы электробайланыс инженері, ортаншылы Дарын Қаз тұтыну одағы Қарағанды экономикалық университетінде оқиды. Азық-түлік өнімдерін технологиясы мамандығының студенті. Күшілі Айдын Қарағанды қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің озат оқушысы. Қызы Эльвира Жезқазған тарихи-археологиялық музейінің экспозиция бөлімінің аға ғылыми қызметкері. Жолдасы Нұрлан Транкожез жауапкерлігі шектеулі серіктесінің машинисті. Балалары Гүлфайруз, Біржан мектеп оқушылары. Алау үйде. Кенжесі Жанерке байланыс саласының маманы, қазір үй шаруасында. Жолдасы Мадияр Нұрғазған кенішінің үңгілеу учаскесінің үңгілеушісі. Қыздары Айсана, Айару үйде. Ардақты әкемен асыл ана, ұрпағына халқымыздың салт-дәстүрін бойына сіңірген өнегелі азаматша болып қалыптасуына мейіріммен, жауапкершілікпен атсалысуда.